Қыздар ана күні мен рилс шығарған кезде қыздардың барлығы жаздыңыздар жекеге бетке дейін орамал тағып кеттіңіз бе, қалай орамалмен шығып жатырсыз. Мен тіпті бір түннің ішінде сіздерге көпшілігіңізді жауапсыз қалдырдым. Расымен де Меккеден келген кезде орамал шешу маған ауыр болды. Иә, ол жақтағы күй басқа болды. Орамалдың ішінде мен бір өзімді бір үлкен қорғаныстың ішінде тұрғандай ма, бір ерекше сезімдерді өткердім. Келе салып орамалды лақтырып тастағанға дайын болмадым. Онда неге орамал тақпайсың дейсіздер ғой. Алматыға келіп, стилист ретінде, әйел ретінде, ана ретінде, вообще қоғамның бір адамы ретінде, бір кірпіші ретінде мен күнделікті өміріме кірісіп кеттім, және де менде анандай сезімдер болды. Иә, мен мойындаймын, менің иманым жетпеді, ол біріншіден. Екіншіден, мен жауапкершіліктен қорықтым. Неге өйткені орамал деген ол мен үшін ол жай мата емес, ол жай образ емес, ол мен үшін үлкен жауапкершілік, ол мен үшін үлкен деңгей, ол деген үлкен рухани биіктік. Мен қаншалықты оған саймын, мен эйфорияның жетегінде тағып кетіп ертең оған сай болмай қаламын ба деген жауапкершіліктен қашқан шығармын. Иә, иманым да жетпеді, оның барлығын мойындаймын. Бірақ ішімде үлкен бір өзгеріс болды. Мүмкін Алла тағала адамды өзгерту үшін осылай бір жай есіктерді ашатын шығар. Мүмкін ақырындап біз оған келетін шығармыз. Иә, мүмкін бір үлкен өзгерістің бастамасы шығар. Мен әзірге білмеймін.